أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Алла Тағала бүгінгі жұмамызды мүбәрек етсін, берекелі етсін. Алыстан, жақыннан басып келген қадамдарыңызға Алла өзі сауаптардан жазсын, сансыз сауаптардан жазсын. Тілеген дұғаларымызды, тілек ниеттерімізді Алланың өзі қабыл етсін. Қателіктерімізді Алла Тағаланың өзі кешірсін. Ауырып жатырғандарға Алла Тағала өзі шипа берсін. Қиыншылықта жүргендерге Алла Тағала өзі қиыншылықтарына өзі жеңілдік берсін. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, жалпы біздің шариғатымызда, дінімізде фих, ақида мәселесімен қоса ихсан деген ғылым бар, білесіздер оны. Енді ихсанды әркім әртүрлі түсінеді, ғұламалар әртүрлі тариф береді. Біреулер тасауф дейді, сопылық, біреулер кейбір ғалымда тәския дейді, яғни нәпс тәрбиесі. Жалпы пайғамбарымыз хадисінде оны ихсан деп келеді. Бұл ихсан ілімі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының осы бастамасыменен жалпы осы 2 жылдан бері ихсан ілімі рухани тәрбие деген арнайы бір бағыт белгіледі біздер үшін. Бұл бағыттың негізгі мақсаты адамдардың әдеп ақлақы, жүректің тазалығы, алған білімдерінің жемісі, осыны халықтың арасында насихаттап, жалпы адам баласы білім алуменен қатар оған амал етіп отыру керек екен. Білім алуда мақсат, біздер соған амал ету үшін ғана білім аламыз. Соған амал ету үшін. Мысалы, Алла Тағала нені бұйырды, соған амал етеміз. Соны Алла Тағаланың бұйырғанын орындаймыз. Неден тыйды, Алла Тағаланың осы неден тыйған болса, соған тыйған тыйымдарынан тыйыламыз. Міне осы әрбір амалдың жемісі, міне осы ихсан деп айтады. Енді жалпы осы уақытқа дейін біздерде жалпы фих мәселесін, ақида мәселесін, барлық мәселелер айтылып келеді. Көп адамдар тәкаппарлық, көре алмаушылық, намазды ықыласпен оқу, құлшылықты жасау, біреудің ақысына кіру деген нәрселерге амал етпей келеміз, қанша мұсылман болсақ та. Демек, біздер қанша намазхан болсақ та, іштегі қызғаныш деген нәрседен құтыла алмауымыздың бірден бір себебі, өтірік сөйлеуден құтыла алмауымыздың бірден бір себебі, біреудің ақысына кіру, болмаса уәдемізде тұрмау, осының бәрінің орындалмайтының себебі бұл жүрегімізде ихсан ілімі, нәпс тәрбиесі деген нәрсе ақсап тұр деген сөзді. Ол ихсан деген нәрсе, тасауф деген нәрсе, сопылық деген нәрсе негізінде жақсы жаман нәрсе емес ол. Ол қазіргі уақыттарында енді әртүрлі сопылықта адасып жүргендер бар ғой, сол емес пе? Сопылық санам деп адасып кеткендер, жаңағы өзінің пірлерін құдайлық дәрежеге шығарып жібергендер, олардың кесірінен, олардың артық әрекеттерінен біз сопылық ілімін, тасауф ілімін мүлдем жоққа шығарып тастай алмаймыз. Өйткені ол мұсылман адам үшін, мүмин адам үшін өте маңызды. Ол ихсан ілімі, тасауф ілімі, ол кеше бүгін пайда болған ғылым емес ол. Кеше бүгін пайда болып қалған ғылым емес. Ол жол емес. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінен бар нәрсе ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кезінде ол арнайы сопылық деп аталған жоқ. Сахабалардың кезінде арнайы тасауф деп аталған жоқ. Арнайы ихсан ғылымы деп аталған жоқ. Өйткені олар тікелей пайғамбарымызбенен ол кездегі сахабалардың құлшылықтары, ол кездегі сахабалардың Аллаға болған ықыластары, Аллаға болған махаббаты, пайғамбарымыздың не бұйырса, Аллах Тағала не бұйырса соны тікелей орындап, шынайы артығыменен жасайтын болған. Ол кезде кейінгі келе, осы өзіміздің соңғы кездерінде жаңағы анау абит екен, зұхт екен деп осындай атаулар бергеннен кейін
немесе біреулер бір бағытқа қарай кетіп қалып, мысалы тасауф ұстанам, мен тек қана Алламен құлшылық қыламын деді да тау тастардың арасына кетті, болмаса жаңағыдай өзінің бала шағасын бағуын ұмытты, тек Алланың разылығы, Алла Тағалаға құлшылық қыламын деген сияқты сондай әртүрлі мәселелер туындағаннан кейін қой осыны тасауф ілімін ғылым қылып қалыптасуына себеп болды. Міне осы тасауф деген міне осы, ихсан деген міне осы деп біздерді осындай жаңағы Нақшбандия, Қадария сияқты жаңағы мазхабтар болып пайда болды сопылықтан. Егер қайсысын ұстаса да ол дұрыс. Өйткені олардың бәрі сүннетпен, пайғамбарымыздың сөзіменен немесе Алла Тағаланың Құрандағы аяттарға қайшы келмейтіндегі біздерге жүйелеп берді. Өкінішке орай кейінгі уақыттарында осы сопылықтың адасқан түрлері көп пайда бола бастады. Сол үшін сопылыққа болған адамдардың көзқарасы өзгере бастады. Жалпы ихсан дегеніміз не? Сопылық дегеніміз не? Ғұламалар оған көп деген түсініктемелер береді. Қалаған адам оны сопылық деп айтсын, қалаған адам оны тәския деп айтсын, қалаған адам оны ихсан деп айтсын. Сопылық деген айтуды ұнамады ма? Онда ихсан деп айтсын, болмаса тәския деп айтсын. Оның бәрі айналып келгенде бәрі бір мақсатқа қызмет жасайды. Алланың разылығы үшін әрбір амалды Алланы көріп тұрғандай ғибадат қылу, Алланы көріп тұрғандай амал жасау, қандай сауапты амалды, немесе Алланы бізді көріп тұр. Оған рия, мақтаншақтық араласпау. Міне, нәпсіміздің тәрбиесі, ішкі жан дүниеміздің тәрбиесінде қызмет жасайды. Қай-қайсы болса да. Әл-Ансари деген кісі айтады, жалпы ихсан, сопылық, мәңгілік бақытқа жету мақсатында нәпсіні тәрбиелейтін, осы нәпсіні тәрбиелеудің жай жапсарын үйрететін, мінез құлықты көркейтетін, кісінің ішкі жан дүниесі менен сыртқы жаратылысы менен қатар осы меңгеретін ғылым деп айтады. Осы сопылықты, ихсанды. Енді Әл-Жүнайд деген имам Әл-Жүнайд айтады, ол ихсан дегеніміз күллі жақсы мінездерді пайдаланып, бойына сіңдіріп, барлық нашар мінезді тәрік етуді айтамыз дейді ихсанды. Және Ахмад ибн Ажиба деген ғұлама былай айтады, ихсан мүліктердің жалғыз иесі болған Алла Тағаланың құзырына апаратын жолдарды үйрететін, ішкі жан дүниені жаман мінездерден тазартатын, және осы ішкі жан дүниені әртүрлі жаңағы асыл жақсы құндылықтарменен безендіретін ілім дейді. Ихсанның бастауы ол білім дейді. Ортасы әрекет дейді, соңы Алланың разылығы дейді. Демек, тасауф жолына түсем деген адам, мен тасауф жолын ұстанам деген адам, мен ихсанды ұстанам деген адам ақиданы бірінші жақсы білу керек екен. Ол білімге ұмтылу керек екен. Ақиданы, ақойд дейді ғой, сенім мәселесін, Аллаға болған сенім. Ал кейбір сопылықтар болады, жаңағы өзінің пірін құдайлық дәрежеге шығарып жібереді. Құдайдың арасындағы байланысты адам қылып жібереді. Кейбір уақыттарында естіп қаламыз, мен өзім тыңдамадым, кейбір кісілерден естіп қаламыз, осындай кейбір өзін пір санап жүргендер бар екен. Мен қабірде қабір азабында сұрақ менің рұқсатымсыз болмайды. Періште, Азраил періште жан алу менің рұқсатымсыз алмайды деген сондай түсініктемелер бар да. Кейбіреулер бар, енді ол кінәсімен шығар, мүмкін сол айналарындағы мүриттері, сол айналасына ерген адамдар, олар оны асыра мақтап жібереді. Асыра мақтау адамды тәкаппарлыққа алып келуі мүмкін, немесе өзін бір керемет сезім кетуі мүмкін да. Қай-қай салада, тек тасауфта емес, қай-қай салада. Мысалы, солындардың кесірінен кейбір жаңағы пірмін деп санап жүргендер, кейбір тасауфтың өзінің сол басшысы санап жүргендер сондай кейбір адасулыққа себеп болып отыр. Соның халықтың арасында сол тасауфқа болған, ихсанға болған ілімді жек көрініштік пайда болып отыр. Көрдіңіздер ме? Негізі тасауф ілімі, ихсан ілімі өте жақсы ілім. Ол біздердің бабаларымыз Машһур Жүсіп, Абай атамыз, Шәкәрім атамыз, Қожа Ахмет Яссауи бабаларымыз ұстанған жолы. Мысалы, Нақшбандия тарихатындағы, сопылық бағытындағы негізгі мектеп осы. Біздер жалпы ақидада Матуриди ақидасын ұстансақ, фиқта Ханафи мазхабын ұстансақ, тасауфта біз Орта Азия, әсіресе түркі тілдес мемлекеттер, өзбек, қазақ, түркмен, түрік сияқты, қырғыз сияқты ұлттар жалпы
тасауфта Нақшбанди тарихатын ұстанамыз бәріміз. Осының жолменен жүрміз. Көрдіңіздер ме? Осының жолымен. Сол Нақшбанди айтады, өзінің машһур сөзі бар. Дилбаяру даспакар дейді. Жаңағы жүрек Алламен болсын, қолың әрқашанда еңбекте болсын дейді да. Біз Алламен боламыз деп бүкіл бала шағаны бағудан, еңбек етуден біз не қылмауымыз керек? Қолымызды тиіп тастамауымыз керек. Тек қана азғана кішкене зікір, құлшылық, ғибадат деп кетпеуіміз керек. Біз құлшылықпенен қоса білім алуымыз керек, білім үйретуіміз керек, еңбек етуіміз керек, бала шағамызды бағуымыз керек. Көрдіңіз бе? Сопылық ол шектен шығатын нәрсе емес, ол уасатия, ол Құран. Көрдіңіз, соның ішінде бірінші білім керек екен. Бірінші білім, фиқ мәселесін жақсы білу керек екен. Сопыдағы адам фиқ мәселесін жақсы білу керек. Одан кейін барып ол адам қалағанша сопылық жолына түсе алады, адаспайды. Сол мәселелерді жақсы білмегеннен көбінше адасулық пайда болады. Жаңағы мен айтқанымыздай, ол ихсан мәселесі ол кеше бүгін пайда болған ғылым емес дедім, ол пайғамбарымыздың кезінен бар нәрсе. Сіздер білесіздер, Жәбірейіл деген атпен танымал хадис бар. Жәбірейіл хадис деп айтады. Жаңағы Омар радиаллаху анхуға жеткен хадис. Бір күні Омар радиаллаху анху өзінің сахабаларменен мешітте отырған кезінде, жаңағы үстінде ақ киімді адам, жаңағы оның жолаушының белгісі көрінбейді. Білесіз ғой, жолаушы адам, сапардағы адам шаршап, үстінде ақ киімі кірлеп, түрінде шаршаңқы пайда болады. Сақалы ақ дейді. Сол арамызға тосыннан кіріп келді дейді. Жолаушы дейтін болсам, бұл жолаушы ұқсамайды дейді. Бір таңғалдық дейді. Кіріп келді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанына отыра салды дейді. Тізесіне тигізіп, санын пайғамбарымыз екі қолына қойып, пайғамбарымызға сұрақ бере бастады. Пайғамбарымызға сұрады, ислам дегеніміз не деді? Сонда пайғамбарымыз, ислам дегеніміз шахадату ла иляха иллаллах ва анна Мұхаммад расулуллах, яғни Алладан басқа ешбір құдайдың жоқ екеніне, Алланың жалғыз екендігіне және пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямның, Мұхаммадтың Алланың елшісі екендігіне куәлік етемін. Намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылық беру деп негізгі исламның 5 шартын айтты. Сонда пайғамбарымыз жауап берген кезінде жаңағы кісі, жолаушы деген кісі дұрыс деп жауап берді. Сонда біз іштерімізде таңданыстық дейді. Өзі сұрақ қояды, өзі мақұлдайды, өзі дұрыс деп айтады. Одан екіншісінде иман дегеніміз не деді? Иман дегеніміз кәдімгі біздерге 7 иман. Аллаға иман келтіру, періштелеріне иман келтіру, пайғамбарларына, кітаптарына, өлгеннен қайта тірілуге, тағдырға иман келтіру деп айтты. Жаңағы періште пайғамбарымыз сөйтіп жауап бергенде дұрыс деп айтты. Одан кейін ихсан дегеніміз не деп сұрап қойды? Ихсан дегеніміз ол не деді? Ихсан дегеніміз Алланы көріп тұрғандай ғибадат жасауың. Егер ондай болмаса, Алла сені көріп тұрғанын сезінуің деп айтты. Көрдіңіз бе? Бұл жерде қарап отыратын болса, осы хадисте деген нәрсе 3 нәрсені айтып отыр. Демек, ихсан біздің шариғатымыздағы 3 негіздің бірі екен. 3 үстін дейді ғой, шариғаттың үстінің бірі екен. Енді жаңағы бірінші мәселе, пайғамбарымыздан ислам жайлы сұрады, ол біздердің фиқымыз. Намазды қалай оқу керек, оразаны қалай ұстау керек, зекетті қалай беру керек, қажылық амалдарын қалай жасау керек, сауданы қалай, некені қалай, осы мәселелердің бәрін қамтитын, ол қандай екен? Фиқ білімі, шариғат, кәдімгі шариғат білімі. Екіншісінде де иман мәселесін сұрады. Бұл біздердің ақидамыз. Ақиретке қатысты білім, өлгеннен кейін қайта тірілеу, жаннат, тозақ, тағдыр мәселесі, пайғамбарларға мәселесі, кітаптар Алладан келген, Алланы тану, оның көркем есім сипаттары, осы мәселелерді өзіне қамтитын ғылымды не дейді? Ақида. Ақиданы айтып отыр. Енді үшіншісі ихсанды айтып отыр. Енді біз шариғатты жақсы білгеннен кейін, ақидамызды жақсы білгеннен кейін, оның жемісін көру үшін біздерге ихсан керек. Осы ғибадатымызды, амалдарымызды көркем, кемел түрде амалға асыру үшін бізге не керек екен? Ихсан керек екен. Енді жалпы біздер құлшылықтың сыртқы тараптарына көбінше мән береміз ғой, дұрыс емес пе?
біз ішкі тарапқа да мән беруіміз керек екен да. Ол ихсан деген нәрсе ол жай ғана жаңағы Алланы көріп тұрғандай немесе Алла бізді көріп тұрғандай деп айта сол оп-оңай дүние. Бірақ оны амалға асыруымыз керек та біз. Біз оны амалға асыруымыз керек. Мәселен, бір 2 ракат намаз оқсақ, сол 2 ракаттың дым болмаса 1 ракатын Алланы көріп тұрғандай деп біз сезіне аламыз ба? Ол оңай нәрсе емес. Ешкім Алланы көрген жоқ. Біз есім сипаттарыменен ғана Алланы танимыз. Алланы әлемге назар салып, жаратылыстарға қарап Алланы танимыз. Біз Алланы көріп тұрғандай құлшылық қылмауымыз мүмкін. Егер 1 минуттың болмаса, егер ондай құлшылық қылу мүмкін де емес, сол емес пе? Бірақ дым болмаса, ихсанның төменгі дәрежесі Алланы бізді көріп тұр деп құлшылық жасауымыз керек екен. Алла бізді көріп тұр деп амал жасауымыз керек екен. Міне ихсанның ең төменгі дәрежесі, ең жоғары дәрежесі Алланы көріп тұрғандай. Егер сол 5 уақыт намазымыздың 1 уақыт деп айта қояйық, мысалы 5 намаздың дым болмаса 1 ракатын Алла бізді көріп тұр, немесе біз Алланы көріп тұрғандай құлшылық жасай алсақ, ғибадатымыз жасай алсақ, онда біз үлкен жетістікке жетеміз. Біз намаздың да қандай да біз ләззатын, шынайы ләззатын біз не қыламыз, сезіне аламыз, шынайы ықыласпен оқи аламыз. Бірақ өкінішке орай көпшілік адамдар жаңағы өзінің бойынан қанша уақыттан бері намаз оқып жүрсе де, қанша уақыттан бері діннің жолында жүрсе де, жаңа өзінің бойына тәкаппарлық, болмаса жаңа мақтаншақтық, болмаса жаңағы көре алмаушылық, болмаса қызғаныш деген нәрсенің бойынан құтыла алмаудың бірден-бір себебі біздер осы тәския, ихсан, тасауф ғылымдарын біз жақсы білмегеннен туындап отыр осы мәселелердің бәрі. Абай атамыздың бір қара сөзінде айтады. Жалпы біздердің әрбір амалымыз негізінде жүрекке байланысты ғой, жүрекке байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисі бар. Ала ва инна фил жасади мудғатан дейді. Ва иза салахат салахал жасаду куллуху, ва иза фасадат фасадул жасаду куллуху, ала ва хия қалб деп айтады. Яғни адамның денесінде бір кесек ет бар дейді. Бір кесек ет бар дейді. Егер сол дұрыс болатын болса, бүкіл дене дұрыс болады дейді. Егер ол бұзылатын болса, бүкіл дене бұзылады дейді. Ала хия қалб. Ол не деді? Ол біздердің жүрегіміз деді. Көрдіңіз бе? Біздердің жүрегіміз деді. Яғни біздердің әрбір амалымыз дұрыс болусын жүрекке байланысты деген. Жүрек адамның ағзасындағы өте маңызды нәрсе екен, жүрек. Адамды қасиетке, бүкіл жаратылыстан абзал болуына бірден-бір септігін тигізетін ол жүрек екен. Сонда Абай атамыздың жаңа қара сөзінде айтады, қара сөзінде былай дейді. Жаңағы нешінші қара сөз? Жаңағы 17-ші қара сөз деген. Сонда қайрат, ақыл, жүрек дейді да. Жаңа қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп ғылымға жүгінген дейді. Жаңа қайрат, ақыл, жүрек үшеуі таласып, айтысып ғылымға жүгініпті дейді. Сонда жүрек айтты дейді. Мен адамның денесінің патшасымын деп айтты дейді. Және қан менен тарайды. Жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ деп айтыпты. Жүрек айтып отырды. Жұмсақ төсекті, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын аштып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітете тұғында мен дейді. Яғни байларға жүрегін жұмсартатын, кедейлерге жан аштатын да мен деген сөз ғой, бір сөзбен айтқанда. Сосын үлкеннен ұятты сақтап, кішіге рахым қылдыратұғын да мен дейді. Бірақ мені таза сақтай алмайды дейді көп адамдар дейді. Мені таза сақтай алмайды дейді. Ақырында өзі не болады дейді, хор болады дейді. Мен таза болсам, адам баласын ала аламаймын дейді. Жақсылыққа елжіреп ерейтұғын мен дейді. Жаманшылықтан жерініп, тулап кететұғын да мен дейді. Әділет, ынсап, ұят, рақым, мейірімділік дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады дейді. Менсіз осылардың көрген күні не дейді? Осы екеуі маған қалай таласады деп айтады. Сонда осыны тыңдап болып ақыл айтқан екен. Үшеуің ала болсаң,
мен жүректі жақтадым. Құдайшылдық осы сонда дейді. Яғни құдайшылдық ол жүректе дейді да. Қалпыңды таза сақта, Құдай тағала қалпыңа ардайым қарайды деп осы кітапта айтқан осы екен деп, осы Абай атамыз осы жүрекпенен, осы кішігірім бір ғибрат сөзбенен жүректің маңыздылығын айтып отыр. Сол үшін Аллах Тағала Құран кәрімде әла би зикриллахи татмаиннал қулуб дейді. Яғни Алланы еске алуменен жүректер тыныш табады дейді. Алланы еске алса ғана жүректер не қылады деген? Тыныш табады екен. Адам баласында мал дүние көп болуы мүмкін, байлығы көп болуы мүмкін, үлкен зәулім сарайда тұру мүмкін, керемет, өмірінде ешқандай проблема болмауы мүмкін. Бірақ олардың жүрегі тыныш болмаса, одан артық проблема жоқ олар үшін. Олар үшін одан артық проблема жоқ. Өйткені адам баласы кедей болуы мүмкін, адам баласы үлкен бір мақсаттарға жете алмауы мүмкін, бірақ Аллах Тағала ол адамға иман берсе, ол адамға тақуалықты берсе, ол адамның жүрегі дұрыс болса, жаңағы байлардан да бай жасайды ол адам. Өйткені ондай уақиғаларды талай көзімізбен көріп те жүрік, сіздер де көріп те жүрсіз. Бір күні бір жағдай болды. Бір күні мешітте мен кезекшілікте отырмын, орталық мешітте. Үлкен бір апамыз кіріп келді. Былай қарағанда түрінен қарасын жағдайы жақсы. Жағдайы жақсы кәдімгідей. Көрініп тұр. Қасында бір баласы бар. Сол айтып отыр. Мен баланың мәселесіменен келіп отырмын дейді. Айтады, менің жағдайым жақсы болды деп өзі сөз аузынан шықты. Менің жағдайым жақсы. Жақсы қызметте тұрдым. Жақсы кәсіппенен айналыстым. Бірақ баламды дұрыс жолға түссін деп оны оқыттым дейді. Дұрыс болсын деп. Оған қажетті көліктерінде алып бердім дейді. Дұрыс жолға түссін деп үйлендірдім дейді. Бірақ балам дұрыс жолда болмай жатыр дейді. Маған ақыл беріңіз дейді. Сонда мен айттым, ол қандай дұрыс жол? Не айтқаныңыз тыңдамай жатыр ма? Бағынбай жатыр ма? Не болды десем, жоқ, балам бағынады, бәрін істейді. Бірақ наркоман дейді. Көрдіңіз ба? Наркоман баласы. Жүрегі тыныш емес қой, Аллах Тағала бүкіл байлығын берген, машина дәп берген, оқытқан, тоқытқан, үйлендірген, өзі де жағдайы жақсы. Бірақ баласы наркоман. Жалғыз баласы, үміт еткен баласы. Көрдіңіз ба? Бұл жердегі мәселе неде болып тұр? Мәселе тәрбие. Жүрегіміздің дұрыс еместігінде болып тұр. Сол үшін Аллах Тағала адам баласын бүкіл жан-заттан артық қылуының бірден бір себебі ол жүректе екен, құрметті жамағат. Дене, сыртқы көрінісіміз, көш, тіпті жануарларда да бар, хайуандарда да бар. Бірақ біздердің басқа жануарлардан артық болуымыздың бірден бір себебі ол жүрек. Тек жүрек, біздер жүрек болғандығы үшін барлық жан-заттардан артық болып отыр. Бірақ біз ойлап қалмауымыз, біздің жүрегіміз бар, біз барлық жан-заттардан, бүкіл жаратылыстан артық біздер. Жоқ, ондай адамдар емес. Жүрегін тәрбиелеп, бүкіл жүрегін жақсы жаққа бұрып, қызғаншақтық, хасад, көре алмаушылықтық, Алланың бұйрығына қарсы келу, жүректі нәпсін тәрбиелемеу. Міне, осындай нәрсеге мән бермесе, ол жүрек дұрыс жүрек болып есептелмейді. Ол адамның дәрежесі де жоғары болмайды. Ол жаңағы басқа жаратылыста бар ғой, хайуандармен бірдей болады. Сосын жүрек деген нәрсеге біз тәрбие беретін болсақ, оны дұрыс жолға салатын болсақ, әрқашанда өз-өзімізге есеп беріп отыратын болсақ, онда біз Алланың алдындағы ең сүйікті құлы боламыз. Ертең қиямет күні Аллах Тағала өзінің жәннатымен бізді сыйлайтын болады. Көрдіңіздер ме? Сол үшін адам баласы осы жалпы ихсан ілімі болсын, ол тасауф дейтін болсын, ол таския нәпс, оның бәрінің мақсаты, оның бәрінің қызметі бір нәрсеге қызмет жасайды. Бәрі бір нәрсеге қызмет жасайды. Көрдіңіздер, оның бәрі адамның жүрегінің ішкі жан дүниесінің таза болуына қызмет жасайды. Сонда біздердің сыртқы жан дүниеміз таза болады. Сол үшін Құран кәрімде де көп деген аяттар бар ғой, дұрыс емес пе? Мысалы, Муддассир сүресінің өзі пайғамбар алғашқы келген кезінде, я юхал муддассир қум фаанзир ва раббака факаббир деп келеді ғой, ва сиябака фатахир деп. Ей, оранып алған зат, тұр да қауымға ескерт, Раббыңды ұлықта дейді, және киіміңді таза ұста дейді. Көрдіңіз бе? Алланы зікір ет деп жатыр. Және сыртқы киіміңе де таза қатты мән бер деп жатыр. Адам баласы сыртқы дүниесіменен қоса, ішкі жан дүниесіне де қатты мән беруіміз керек екен. Міне, мұсылман адамға ешқашан жамандық жасамау керек. Мұсылман адамға ешқашан көре алмаушылық жасамау керек. Мұсылман адамға ешқашан қызғаныштық көзқараспен қарамау керек.
мұсылман адам жайлы жақсы ойда болу керек барынша. Міне, ол жаңағы айтқанымыздай ихсан болсын, тасауып болсын, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінен бар нәрсе ол. Бірақ ол жолда жүру үшін біз шариғатымызды, ақидамызды, фиқ мәселесін өте жақсы білу керек екен. Сол кезде ғана адам баласы дұрыс жолда болады. Аллаға шүкір, біздерде қазір барлық сабақтар өтіліп жатыр, мешітімізде кешкі уақыттарында. Бірақ жұмаларда уағыздар да айтылып жатыр. Біздер білім алудағы мақсатымыз, уағыз тыңдаудағы мақсатымыз біз амал ету үшін ғана тыңдаймыз. Естіп кету үшін тыңдамаймыз уағызды. Біз уағыз тыңдап соған амал етсек, біз нәпсімізді тәрбиелесек, жүрегімізді тәрбиелесек деген мақсатта осы жұмаға келеміз. Тіпті 5 уақыт намаз оқымайтын адамның өзі жұмаға келеді, дұрыс емес пе? Оның келудегі мақсаты не? Имамның бір уағызын тыңдап қалса екен дейді. Бір насихатын алып қалса екен дейді. Міне. Соның үшінде біз әрқашанда жаңару отыруымыз керек. Жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой. Дұрыс емес пе? Жаңа Қазақстан болу үшін де бәріміз жаңаруымыз керек толықтай. Басшыларға дейін бәрі жаңару керек. Енді алдымызда референдум деген нәрсе болып отыр қазір. Маңызды мәселелердің бірі. Президентіміз не деп отыр Тоқаев? Жаңа Қазақстанды құрайық, референдум конституцияға өзгеріс жасайық деп отыр. Жалпы өзгеріс жасауымыз керек. Түпкілікті өзгеретін уақыт келді. Бәріміз жаңағы конституция жаңа тіл мәселесін көтеріп, физуға кіріп қалсаң, әйтеуір мен пәленше қазақ тілінің мәртебесін жоғары болуын қалаймын деп отыр. Мен пәленше мәдениетімізді жақсы болуын қалаймыз деп отыр. Мен пәленше осы конституциямызда президенттік жүйе емес, супер президенттік емес, президенттік басқаруды қалаймын деп отыр. Жалпы осындай мәселелерді көтеріп отыр ғой, дұрыс емес пе? Біз де сол сияқты өзімізге де өзгеріс жасауымыз керек. Сыртқы өзгеріске біз қатты мән беруіміз керек, құрметті жамағат. Соның ішінде әрбір адам бірінші өзінен өзгеріс жасау керек. Ішкі жан дүниесінен өзгеріс жасау керек. Сол кезде қоғамда өзгеріс болады. Біз өзімізді өзгерте алмай, біз қоғамды өзгерте алмаймыз. Түсіндіңіздер ме? Біз өзімізді өзгертуіміз керек, құрметті жамағат. Соның ішінде Аллах Тағала осы айтылған білімдерімізге, насихаттарымызға амал қылуды нәсіп етсін. Аллах Тағала осы алдымыздағы сайлауда әділетті қоғам орнауды нәсіп етсін. Бәріміз бір болып, осы қоғамды өзгертуге септігіміз тигізуді нәсіп етсін. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын, білімді жастарымыз көп болсын. Біз өзімізде де өзгеріс жасауға тырысып жатырмыз, мешітімізде де өзгеріс жасауға тырысып жатырмыз. Алла қаласа, жайлап медресемізде жайлап қолға алсақ па деп отыр. Қарилар, бір кішігірім қарилар дайындайтын курс ашсақ па деп отыр. Сол жерде білім алатын имамдардың, дін білім адамдарының білімін дәрежесін көтеретін дәрежеде курс ашсақ па деп отыр. Жалпы жағдай төмен отбасыларға мүмкіндік болса, қаржылай жақсы болса, бір жағдай төмен балдарға ағылшын курстарын тегін оқытсақ, басқа да үйірмелерді ашсақ па деген мақсатта осындай жоспарларды қолға алып отыр. Бұның бәрі осы талас үшін, бұның бәрі Қаратау халық үшін істеп отырған нәрсе, құрметті жамағат. Осы егер осындай іс-шараны бастап жатсақ, Құдай қаласа, бір үйдің баласында бәріміз атсалысуымыз керек. Бәрімізде өз баламыздың қари болғанын, бәрімізде өз баламыздың ғалым болғанын, бәрімізде өз баламыздың ғұлама болғанын қалаймыз. Егер біз бастап кетіп жатсақ, әрқашанда қолдау білдіріңіздер, насихат жасаңыздар. Ертең осы жерде отырған балдардың біреуі қари хафиз болып кетсе, қане керемет. Таластан қари хафиздар шықса, қане керемет. Таластан дін маман емес, дүниелік маман шықса, қандай керемет, солай емес пе? Соның ішінде біз Қаратау үшін, бүкіл Қазақстан үшін, талас үшін біз дұға етуіміз керек. Мен көп уағызымда осы мәселені көтеріп келіп, осы ауданға имам болып келудегі менің негізгі мақсатым осы дінге қызмет жасау. Мен діннің жауапкершілігін өте жақсы сезінемін. Соның ішінде біздер әрқашанда талас деген аттың өзі керемет. Өткен жұмада да айттым, алдым бір жұмаларда. Исламның негізгі қайнары, исламның жеңіске жеткен уақыты бұл талас. Атлақ шайқасы болған бұл талас. Тарихтағы бұл талас. Ислам тарихында жазылған атау бұл талас деген нәрсе. Талас деген нәрсе өте керемет, киелі жер. Соның ішінде осы киелі жерден біз қарилар дайындауымыз керек. Киелі жерден біз ғұламалар дайындауымыз керек. Бәріміз бір үйдің баласында атсалысуымыз керек. Біз ұрпақта, кейінгі ұрпаққа біз осындай жария садақа тастап кетуіміз керек. Мақтанатындай, біздердің кезімізде қарилар медресесі ашылған еді. Біздердің кезімізде осы жерде мұқтаж отбасылар дайындайтын курстар ашылған еді. Үйірмелер ашылған еді. Біздердің кезімізде де мақтанатындай болуымыз керек.
ертең біз өкініште болмау керек, аналардың кезінде ашылған еді, уақытта біздер соны істей алатын едік қой дейтіндей болмауымыз керек. Соның ішінде құрмет жамағат, баршаларыңызға Алла разы болсын. Дұға тілек ниеттерімізді, ықыластарымызды Алла қабыл етсін. Алла мұсылманның, қазақтың ауызбіршілігін, мықтылығын арттырсын. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи роббил аламин. Аллах Тағала осы дұғаларымызды, тілек ниеттерімізді қабыл етсін. Аллах Тағала осы басшыларымызға инсаф тауфиқ берсін, хидаят берсін. Баршамыздың жүректерімізді тек қана Алланың разылығы үшін деп соғуды Алла нәсіп етсін. Жүректеріміз тек қана Алла үшін деп соғатын болсын, я Раббым. Әрбір амалымызды тек қана Алланың разылығы үшін болуды Алла өзі нәсіп еткесін. Біздерді көреалмаушылықтан, хасаттан, қызғаныштан, тәкаппарлықтан, менмендіктен Аллах Тағала, сарандықтан Аллах Тағала, жалқаулықтан өзі сақтасын. Алла Тағала ауыр жатырған жандарға барына өзі шифа берсін. Мешітке келе алмай жүрген ауру себепті, қандай да бір сынақ себепті келе алмай жатқан жандарға Аллах Тағала сынақтарын есен, денсаулықтарына шифа берсін. Аллах Тағала солардың қатарынан Шыныбекова Алия деген апамыздың Аллах Тағала дендеріне шифа берсін, отбасына аман есен қауышсын. Аллах Тағала ел басшыларына, ұстаздарға, басшылар, Аллах Тағала осы дін қызметінде жүргендерге, елім жерім деп жанашыр болғандағы Аллах Тағала күш қуат берсін. Осы мешітіміздің көркеюіне, мешіт медресеміздің көркеюіне ат салысатын ниетте жүргендерін Аллах Тағала ниеттеріне жеткізіп, Аллах Тағала олардан разы болсын. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи роббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Амин.